София. А София говорит, это изложите сюда деньги. Видео ма, фото ма? Видео. Все, уходим. Тетямның үйінен қайтып жатырмыз. Мен уже эссемді жазып біттім. Әкімшіліктен бізге айтты, бір парақтан көп болмасын деді. Мен бірінші ноутқа жазып алдым, потом барып мына жаққа сеуға, мына жақпен тезірек. Былай жазып шығарып салу оңай, бірақ бізге қолмен жазсын деп айтты. Не екен білмеймін, вообще без понятия. Вот, уже 12:30 болады, и мен ұйықтаймын. Всем пока! Вот, Айда кумира магазиннен көйлек алды. Теперь салонға. Біз бағана маған көйлек алдық. Қазір біз салондамыз, тамақтанып алдық еще. Все, всем пока. Бірақ бүйтіп сағады, онда ауыр тағы еместесіне түрегені жоқ білдім. Әсі түргенде көңіл Как вам? Қазір ужин. Ужин ішеміз. В общем, достар, мен уже сабаққа кетіп баратырмын. Киініп алдым. И все. Достар, мен үйге келдім. Міне мама кетіп баратыр. Бізде бүгін ондай погода бұлтты. Мен бүгін былай киініп бардым, кстати. Мен бағана асығып жүріп көрсетіп үлгермедім. В общем, достар, қазір бізде кешкі сағат 8:30 болды. Кстати, мен бүгін түсте ұйықтамадым, поэтому бүгін ерте ұйықтаймын. Менде уже ұйқы қысылады, бірақ мен зорға отырмын. Қазір әкімшілік құқыққа дайындалып отырмын ертеңге, одан кейін әлеуметтануға дайындалуым керек, сонымен барып жатамын. Уже примерно 11-лерге таман бітетін сияқтымын, себебі көп нәрсе оқу керек болып тұр. В целом, и еще душқа түсу керек. Ладно, кейін кездесеміз. Итак, достар, мен сабақтарым бітті. Мен әлеуметтанудан айтатын сөздерім. Қазір ғана оқып біттім. Мазмұндап уже толықтай дайынмын деп айтсам болады. Анау әкімшіліктен үйден осыны қорғаймын. Тағы қосымша айтатындарым бар. Так, кстати, уже 12 болып отыр, мен енді душқа түсемін. Короче, үшеуміз сөйлесіп отырық. Короче, прикиньте, что сегодня было, это правда. Достар, как обычно, мен сабаққа кетіп баратырмын. Уже ровно 8 болды. Вот. Білмеймін. Осы кете берейін ба, или қалай?
бітті. 3-ші пар болады. Енді Әселді күтіп тұрмын. Қайттан кеш, мен үйдемін. Ертең бізде суббота, ертең ешқайда бармаймын. Поэтому демалып отырмын. Енді сабаққа среда күні барамын, келесі аптаның. И келесі апта өте андай загруженный, сондай болайын деп тұр. И мен қазір, кстати, өзіме бургер заказ бердім. Бургер фри. Короче, фридің екі түрін. Кстати, бүгін бізде өте суық болды. Бүгін бізде салқын болып кетті. Прям сразу осы уақытқа жылы-жылы болып кетті. Футболка, солаймен жүре бер, и бүгін салқын болып кетті. Сәлем достар, барлықтарыңызға қайырлы таң. Бүгін бізде суббота. Влогтың 5-ші күні, бірақ аптаның 6-ші күні. Себебі мен мына влогты алдыңғы аптада бастаған болатынмын. Бүгін демалыс, сондықтан мен тек үйдемін. Ешқайда бармаймын. Қазір мен өзім сол таңғы тірліктерімді істедім. Қазір барып таңғы асымды ішемін. Бүгін кешке бізге туысқандарымыз келеді. Көп емес, тек 2-3 адам келеді. Қазір ноутта бір істейтін жұмысым бар еді, соны істеймін. Сосын істеп көріп отқан влогты монтаждаймын. Достар, барлығыңызға сәлеметсіздер, мен мәлімет қойыңыздар, өтініш. Түрім өсіп сөйтіп тұр. Бүгін менде демалыс, поэтому мен үйдемін. Қазір мен салонға барамын, мама мені алып кетеді. И все. Вот я занимаюсь важными делами. Достар, мен қазір үйге қайтып баратырмын. Сағат 8 болды. Сабыр сақта, чил бауыр 112 не деп жатыр барма шауын Көзді ашып жұмдым, келіп қалды сауыр Жағдай жаман емес, жағдай тап-тауыр Тисе терекке, тимесі де терекке Ойларымды сенің миыңа егем Бастап берсең болды әрекет ет Қызыл тіл өнердің алт деген кісін ет